Нәпсіңе ерік беріп қойсаң, оның қалауы не дейтін болсаң, ол тек қана рахаттан аңсайды. Жату, ұйықтау, ешқандай жаңағы құлшылық жасамау, ол нәрсеге ол көнбейді. Яғни босаңсытып жіберетін болсаң, ол әрдайым сол тек қана рахатты жақсы көреді. Ештеңе істемеу, таң намазға тұрып, тахажудқа немесе тұрып, дәрет алып, тәтті ұйқыңды бөліп, намаз оқу, ол да не? Жихад. Ол да не? Нәпсіңмен күрес. Ал нәпсің не істейді? Тұрма, жата бер дейді. Жылы көрпең астынан шықпай-ақ қой дейді. Қыстың күні тем более, шықпай-ақ қой дейді, жата бер дейді. Сол сияқты мынандай суықта не істейсің? Мешітке келіп дейді. Үйде оқисаш бүгін. Постоянно барып жүрсің ғой, не істейсің дейді мысалы. Сондай нәрсе ғой енді. Әрдайым адамға оған ерік беріп қоя беретін болсаң, ол сені тек қана ол рахаттан тоймайтын нәрсе ғой. Мысалға, қатын құмар адам болатын болса, ол жаңағы зина жасаумен, 1-2-3 әйелмен зина жасаумен оны тоқтай алмайды. Ол не істейді? Кете береді. Сол сияқты арақ құмар адам болатын болса, ол да не істейді? Тоқтай алмайды. Өйткені нәпсісі сол нәрсені әрдайым қалап тұрады. Нәпсі құмарлық деген сол. Оған ерік бердің ба, оның рахаты бесконечный ғой, таусылмайды ол. Сен әбден қабірге, көрге апарып тықпағанша не істемейді? Ол рахатты сенен талап ете береді. Ана арақ ішетін адамдар не істейді? Арақтың кайфына, осы нәпсінің жаңағы ырқына көніп, еріп кеткеннен кейін соны ішеді, ең соңында бауыр езіліп, цирроз болып өледі. Сондайға дейін сен не істейді? Бұл нәпсіге ерік беретін болсаң, апарады. Зина жасағыштар да сондай, жасайды, түбінде ауру болып өледі. Демек, осындай нәрсеге адам нәпсін тежемейтін болса, тоқтатпайтын болса, қалап тұрмын, істегім кеп тұр деген нәрселерді айта беретін болса, ол адам ешқашан өзін түзей алмайды. Ол нәпсінің қалауы, сұрауы бітпейді.